Сәлеметсіздер ме балалар? Біздер бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді барлығыңызды келіп ортаға шаттық шеңберге тұруға шақырамын. Келе қойыңыздарыңыз. Менің қолымда мында түрлі формулардың атаулары жазылған. Соған сәйкес өзіңізге ұнаған бір формуланы суырасыз. Ала қойыңыз. Барлығымызда көмірсулардың формуласы жазылған. Енді есімізге түсірейікші балалар, көмірсулар бұлар қандай қосылыстар жатады? Оттектің органикалық қосылыстар жатады. Біздер осыған дейін, яғни 4 классқа тоқталып кеттік оттектің органикалық қосылыстарын. Міне бүгін біздер соңғы көмірсулар тақырыбына тоқталамыз. Енді біздер осыған дейін де білеміз, 9-шы сыныпта өтіп кеттік. Көмірсулар қалай жіктелетін еді? Нешеге? 3-ке бөлінеді. Қандай? Жақсы, міне артта сіздерге 3 топ дайындалған. Соған байланысты әркімнің қолында қандай көмірсу, соған сәйкес отыра қоямыз. Тез-тез. Қолыңыздағы көмірсудың формуласын сол қағаздың артына жаза қоямыз. Жазып болсақ, бері қаратып формуласымен қаратып ұстаймыз, яғни біздер орнымызды дұрыс таптық па. Содан кейін балалар, біздер әр топтан топ бағалаушыны сайлап алайық. Топ бағалаушыға бағалау парағын қойды. Мына жерде оқушының аты жөнін жазады. Тобындағы кімдер бар. Содан кейін мына графа бойынша, яғни бірінші топ дұрыс анықталды ма? Оқушы өзінің тобын дұрыс тапты ма? Соның бал қоясыңдар. Бағалау шкаласы 1-ден 12-ге дейін. Білеміз ғой күнделікті бағалау жүрген. Ал енді көрсете қоямыз формуламызды. Сіздерде полисахаридтер С6H10O5. Не жетіспейді балалар формулада? N естіленген. Дұрыс. Келесі сіздерде С12H22O11. Бәрімізде де дұрыс. Сіздерде С6H12O6, С5H10O4. Қандай формула? Дезоксирибоза. Сінде С5H10O5. Жақсы. Әркім өзінің орнын дұрыс тапты. Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мынадай: көмірсулардың құрылысын анықтау. Яғни біздер қазір жай ғана құрамынан бойынша топқа бөлініп отырмыз ғой. Енді құрылысы қандай топтардан тұрады? Яғни оның барлығын біздер тәжірибе жүзінде анықтаймыз. Осыған дейін біздер қарастырып кеткен оттекті органикалық қосылыстарға жүргізілген сапалы реакцияларды есімізге түсіріп, сол бойынша құрамына зерттеу жүргіземіз. Яғни олардың құрамында қандай функционалдық топтар бар. Қазір сіздерге нұсқаулық беріледі, қажетті реактивтер беріледі, сол бойынша тәжірибе жасайсыңдар. Сонымен қатар біздер қазір артқа тағы да 4-ші топ жасақтап алуымыз керек. Ол топ біздерге сіздердің анықтаған көмірсуларыңыздың біздің ағзамыз үшін қандай маңызы бар? Жалпы өмірде көмірсулардың маңызы бар ма? Біздерге керек пе? Немесе біздер оны ағзамыз қорыталады ма? Яғни биологиямен байланыстыра отырып біздерге олар зерттеу жұмысын жүргізеді. Ол үшін әрбір топтан бір оқушыдан 4-ші топқа бара қойыңыздар, зерттеушілерге. Кім барады? Барағу бота. 1-ші топ сіздерден кім барады? Ахмет Барағу. Ал қалғандарымыз осы қалған топта әрмен қарай жалғастырып жұмыс жасаймыз. Ол үшін мен сіздерге қазір қажетті реактивтерді таратайын. Сізді ашып, балалар, дәптеріңізге де сүртіп жазып отырамыз қажетті мәліметтерді. Дәптерімізді ашып, балалар, реакция теңдеулерін, қажетті мәліметтерді жазып отырамыз.
анализ жасап, ең керекті деген белгілеп қойыңдар. Енді солай тұра тұрсын бірнеше уақыт, қазір бірге шығып қорғай бересіңдер, соңында тәжірибенің белгісін көрсетеміз. Күн сайын жарысымдер қыздар өздеріне берілген көмірсулардың құрылысын түсіндіру керек. Яғни құрамында қандай функционалдық топтар болды, құрылысы қандай. Бірінші топтан бастап моносахаридтер. Келе қойыңыз. Глюкоза циалты H12 O6 формасының кескінделері. Енді кезекте осы глюкозның құрамын анықтап көрейік. Біз осы глюкозның құрамын анықтау кезде біздің топтан мынандай сұрақ туындады. Осы глюкозның құрамында осы уақытқа дейін біз өткен функционалдық топтар бар ма, әлде жоқ па? Өзіңіз көріп тұрғандай, глюкозның құрамында оттегі айтарлықтай көп. Сондықтан ол көп атомды спирттер қатарына жатуы мүмкін. Оны анықтап көру үшін біздің топ осы глюкозаға мыстың эквивалентті гидроксидін қосты. Сол кезде бізде осындай ашық көкшіл түсті ерітінді пайда болды. Осы тәжірибе арқылы біз глюкозның көп атомды спирттерге жататынын дәлелдей аламыз. Енді кезекте осы қанша атом оттек қанша гидроксил тобы бар деген сұрақ туындайды. Барлығымызға белгілі молекуласында 5 қалдығы бар сірке қышқылының глюкозның күрделі эфирі бар. Сол арқылы біз осы глюкозның құрамында 5 гидроксил тобының бар екенін анықтай аламыз. Енді келесі кезекте осы қалған 6-шы атом оттек қандай функционалдық топқа жатады деген сұрақ туындады. Біз сол кезде осы глюкозаға мына күміс айна реакциясын жасадық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде күміс айна реакциясы жүреді. Біз осы глюкозаға күмістің бір валентті оксидінің аммиакта ерітіндісін қосып қыздырдық. Сол кезде осы күміс айна реакциясы жүрді. Яғни глюкоз әрі альдегид, әрі спирт, яғни альдегидоспирттерге жатады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 5 гидроксил тобы және 1 карбонил тобы. Осы карбонил тобындағы теріс зарядталған оттекпен 5-ші көміртекке жалғанған гидроксил тобындағы оң зарядталған сутек бір-бірімен қосылу нәтижесінде глюкозның альфа және бета глюкоза деген тұйықталған формулалары шығады. Альфа глюкоза, бета глюкоза бір-біріне оптикалық изомер болып табылады. Екеуінің айырмашылығы альфа глюкозадағы гидроксил топта бірінші және екінші гидроксил топтары бір-біріне жақын орналасады, ал егер де гидроксил топтары бір-бірінен алшақ орналасса, ол бета глюкозаға жатады. Енді балар моносахаридтердің өзін нешеге бөлеміз құрамдағы көміртек атом санына байланысты? Бірнеше түрі бар, қандай салған? 4 көміртек эритроза. 4 көміртектен тұрса эритроза, петроза, пентоза, гексоза. Жаңа айтып кеткен біздерде глюкоз мен фруктоза қандай көмірсуларға жатады? Гексоза, себебі құрамында көміртек алтау. Жақсы, енді сонда глюкоз мен фруктозның бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Оны қалай түсіндіреміз? Келе ойдыр, қалайды. Осы моносахаридтерге жатады, олардың құрылымдық формуласы С6H12O6. Ол ең тәтті көмірсу, тәттілігі 173-ке тең. Глюкоз мен фруктоздың айырмашылығы, глюкоза ол альдегидоспирт, ал фруктоза кетоспирт. Не үшін? Себебі ал фруктоза ол альдегидтерге тән сапалық реакция көрсетпейді. Глюкозның құрамында альдегид тобы бар, ал фруктозада альдегид тобы жоқ. Себебі оларда бір оттек атомы карбонил тобына айналғандықтан. Яғни альдегидтер мен кетондардың арасында кетондар күміс айна реакциясына түспейді. Глюкоза ол альдегидоспирт, фруктоза кетоспирт деп аталады. Және де глюкозаны жүзім қанты, фруктозаны жеміс қанты деп атайды. Себебі олар жүзім мен жемістің құрамында кездесетін жақсы. Өте жақсы, отыра ғой. Яғни сонда екеуінің бір-бірінен айырмашылығын көрдік. Келесі, құрамында 5 көміртек атомы бар көмірсулар. Пентозалар. Олардың қандай өкілдері бар? Келе ғой. Молекуласында көміртегінің 5 атомы бар көмірсуларды біз білеміз, оларды пентозалар деп атаймыз. Олардың маңызды өкілдері рибоза мен дезоксирибоза. Пентозалар жалпы суда жақсы еритін тәтті дәмі бар кристалл заттары болып табылады. Формулалары рибоза C5H10O5, дезоксирибоза C5H10O4. Бұл жерде дезоксирибоза формуласы көмірсулардың жалпы формуласы CnH2O M еселенген формуласына сәйкес келмейтінін байқауға болады. Бұның себебі
яғни көріп тұрғандай бір оттек атомына кем. Яғни олардың формуласында да қарайтын болсақ, бір гидроксил тобының орнын сутек атомы басқандығын көріп тұрмыз. Яғни сәйкесінше дезокси атауы осыған байланысты шыққан. Яғни окси топқа кем деген мағынаны білдіреді. Бір окси топқа кем. Оның орнында не тұр? Сутек атомы тұр. Сонда молекула формасындағы айырмашылық тек қана бір оттек санына байланысты. Пентозаларда сондай-ақ глюкозадағыдай тек қана тізбекті формасы емес, тұйықталған формасында да кездеседі. Тек айырмашылығы глюкозадағыдай 5-ші көміртек атомынан емес, 4-ші көміртектен тұйықталады, сәйкесінше 5 буынды тұйық форма шығады. Жақсы. Түсініктен ерекшеліктерін атап көрсетті. Келесі дисахаридтер келе қойыңыз. Сіздерде қандай шырша ойыншықтарына? Яғни бұл жерде біздерде күміс айна реакциясы сонда не үшін қолданады? Шырша ойыншықтарын алуда қолданады екен. Енді бұл химиялық қасиеттермен біздер алда әлі де танысатын боламыз. Келе қойыңыз. Ең бірінші тәжірибені айта кетсек, біз сахарозаның молекуласының құрамында гидроксил топ бар екенін, оның металл гидроксидімен реакциясын арқылы анықтауға болады. Егер де сахарозаға мыстың еквалентті гидроксидін қосатын болсақ, онда тұнба жойылып, ашық көк түсті ертінді түзіледі. Яғни сахаридтер түзіледі. Және де оны қайта қыздыратын болсақ, онда тұнба пайда болмайды, яғни бұнда альдегидті топ жоқ дегенді білдіреді. Осы сахарозаның құрылысына келетін болсақ, ол негізінен екі моносахаридтерден құралған. Біріншісі көріп отырғандай альфа-глюкоздан, екіншісі бета-фруктоздан құралған осы дисахаридтер осылар. Сосын оның осы жаңа көрсеткен тәжірибеде гидроксид тобы бар екенін анықтауға болады. Бірақ оның альдегид тобы жоқ екен осы жерден күміс айна реакциясынан бір сұрақ, қай жерде екі моносахарид бір-бірімен не арқылы байланысады? оттек көпіршесі арқылы байланысады. Міне. Сонда сіздерде моносахаридтер, яғни бірігетін болса, екі моносахарид не алынады? Келесі дисахаридтер алынады. Сосын сахарозаны қызылша қанты деп атайды, және осы атауы қызылшадан және қамысынан алатын тотынан осылай қойылған. Жақсы, өте жақсы. Келесі, сахарозалардың өзінің изомері бар ма? Я, қандай? Қандай изомерлер? Жалпы сахарозаның екі изомері бар. Ол лактоза және мальтоза есептелінеді. Лактоза ол сүт қанты деп аталынады. Оның гидролиз деңгейінде глюкоза және оның изомері галактозаға дейін ыдырайды. Оның өнімділігі, қоректілігі жоғары, бірақ тәттілігі сахарозаның төмендеу. Ал мальтоза ол солодпен, яғни крахмалдың әрекеттесу нәтижесінде алынады. Оның гидролизге ұшыратқанда екі молекула глюкоз түзіледі. Сонда лактоза қандай көмірсулардан тұрады? Глюкоза мен лактоза, ал екі глюкоза. Жақсы, өте жақсы. Келесі үшінші топ келе қойыңыз, полисахаридтер. Сіздерде қандай тәжірибе болды? Біздің тәжірибемізде тәжірибені түсіндіре қояды. Бізде негізінде полисахаридтердің табиғатта көптеген түрлері болып, крахмал және целлюлоз саналады. Олар бір-біріне изомер екі өкілі, неге изомер дейтін болсақ, құрылысына қараймыз. Ол жерде бізде крахмалды құраушылар амилоза яғни түзу тізбек, ал амилопектин тармақ тізбек. Ал целлюлозға қарасақ, онда бірыңғай санаулы талшықтар тұрады. Осыған байланысты целлюлозның молекулалық массасы миллионға дейін жетсе, ал крахмалдың 100 мыңға дейін ғана жетеді. Және де олардың құрылымдық формуласына қарасақ, бірінші, екінші көміртекке крахмал альфа-глюкозаның қалдықтардан құралады. Ол жерде бірінші, екінші көміртекке гидроксил тобы жақын орналасады. Ал целлюлоз ол бета-глюкозаның қалдықтары, ол жерде бірінші, екінші көміртекке гидроксил тобы алшақ орналасады. Сондықтан, яғни олардың байланысы міне мына жерде көрініп тұр, екі түрлі болып келеді. Яғни төмендегі гидроксил тобы арқылы байланысса глюкоз крахмалдарды, ал целлюлозда жоғарыдағы гидроксил тобымен төменгі жақтағы гидроксил тобындағы байланысады гидроксил топтар бірге. Жақсы. Келесі. Енді тәжірибеге келетін болсақ, бізге екі түрлі ірімшік беріледі. Оның біреуі таза, яғни таза ірімшік, ал екіншісі қоспа. Ішінде крахмалы бар. Енді осының крахмалын бар ірімшікті анықтау үшін біз үй жағдайында йод ерітіндісін пайдаланамыз. Яғни біз таза ірімшікке йод ерітіндісін тамызған кезде оның түсі өзгермейді, йодтың түсі
сақталады. Иә. Ал егер де крахмалы бар ірімшікке йод тамызылған кезде оның түсі көгеріп шыға келеді. Осыдан біз крахмалға сапалық реакция йод ерітіндісі болып табылатынын түсінуге болады. Сонымен қатар крахмал деген біздің ағзамыздың негізгі азығы болып табылады. Және де крахмал бірақ та организмге оңай сіңіріледі. Сондықтан да ол майлар сияқты гидролизге ұшырап, аралық өнім өтеді. Ол деген декстриндер мен мартоза болып табылады. Оны біз картошкадан бөлуге болады. Біз картошканы пісірген кезде крахмал гидролизге ұшайды, сол себепті біз картошканы жей аламыз. Иә, ағзамыз оңай сіңіреді ол кезде. Ал тікелей крахмалды сіңіру қиын болады. Аха, жақсы. Түсіндік пе? Сонда балалар қараңдар. Кейде мына дүкенде сататын ірімшіктердің құрамы таза ма, таза емес пе, соны осы арқылы анықтауға болады. Себебі кейбір тағамдардың сақталу мерзімін ұзарту үшін оған крахмал қосады. Егер крахмал қосылатын болса, ол сәл ұзақ сақталады. Міне, соның бар жоғын білу үшін біздер йод ерітіндісін пайдаланады екенбіз. Жақсы, отыра қойыңыз. Ал енді келесі біздерге зерттеушілер не дайындады екен? Енді біздер құрылысын зерттедік. Енді бұл көмірсуларды біздер күнделікті өмірде қандай тағамдардан аламыз? Біздерге қажет па осы? Қандай маңыз бар? Міне бұл жөнінде біздерге келесі зерттеушілер тобы. Алдымен көмірсулардың қызметін айта кететін болсақ, адам ағзасының негізгі энергия көзі болып табылатын көмірсулар 1 граммда 17,1 килоджоуль энергия бөледі. Сонымен қатар олар өсімдіктердің мембранасында целлюлоз жасады. Ол олардың құрылымдық қызметін білдіреді. Кейіннен өсімдіктерде сақталатын крахмал, ал жануарларда сақталатын гликоген олардың қор жинаушы қызметін айқындайды. Олар ДНК, РНК және АТФ компоненттері болып есептеледі. Ендеше адам ағзасында олар нәруыздар мен молекулалардың арасындағы дұрыс алмасуды қамтамасыз етеді. Кейіннен көмірсулар нәруыздармен қосыла отырып күрделі ферменттер, гормондар сияқты күрделі молекулалық құрылымдар құрап, біздің ағзамыздың әрі қорытылып сіңуіне өте үлкен ықпал жасайды. Ал қандай тағамдардан аламыз? Оны бізге Ахмет. Ал келе ғой Ахмет. Жалпы күнделікті тағамымыздарда бізде көмірсулар бар көптеп. Яғни әр жерді жақсарту үшін қандай көмірсулар пайдаланады? Мысалға, көздің жақсы жұмысы онда деген көздің жақсы жұмыс істеу үшін сәбіздерді көп жеу керекпіз. Ал сүйек жақсы болса десе, сүтті тағамдарды қатты пайдалану керекпіз. Гемоглобин құрамымызда көп болсын десем, онда қызыл заттар, мысалға ет немесе сондай гранат, қызылша деген өнімдерді пайдалану керек. Яғни көмірсулар пайдалы, сосын зиянды бөлінеді. Мысалы, зияндылар осы нан, жемдік немесе тәтті тағамдар, жақсыға осы жемістер мен көкөністер. Сосын деген көмірсулар күрделі және жай деп бөлінеді. Адамдар көрсетілгендей күрделілерді 280-350 граммдай қолдану керек, а жайларды 80-100 грамм. Сосын жасына да байланысты қыздар немесе балалар деп бөлініп, көмірсудың сапасын пайдалану керек. Сосын көмірсуге бай тағамдар. Бізге белгілі, адам өзіне қажетті қорек заттарды тамақтану арқылы алады және тамақтың құрамында белгілі бір мөлшерде көмірсу болады. Ол көмірсу тағамның құрамында моно және полисахарид, яғни қант және крахмал күйінде болады. Бірінші ас ауыз қуысына түскен кезде астың құрамындағы көмірсу ол ауыз қуысында аймалаза ферменттің әсеріне ыдырайды. Одан кейін жұтқыншақ арқылы және өңеш арқылы асқазанға барады. Және асқазаннан 12 еліші, яғни ұлтабарға барып, сол ұлтабарда оның ыдырауы толық бітеді, аяқталады. Одан кейін аш ішекке барып, аш ішекте оның сіңуі басталады. Одан кейін аш ішекте толық сіңгеннен кейін қажетсіз қалдық заттар тік ішек арқылы сыртқа шығарылады. Және осы ас қорыту жүйесінде көптеген сөлдердің ферменттердің әсерінен күрделі көмірсулар жай көмірсуларға дейін ыдырайды. Жақсы. Ал егер де біздерде көмірсуды біздер ағзамыз артық қабылдап қойса, онда көптеген аурулар болуы мүмкін. Мысалы, егер де көмірсуы өте көп тағамдар жесе, онда инсулин, яғни қант диабеті ауруына шалдығуы мүмкін. Ондай кезде адамда одан кейін ол тәтті тағамдарды көп жемеу керек және қандағы глюкоза мөлшері көбейіп кетеді соның есебінен. Жақсы. Рахмет. Ал енді біздер қаншалықты түсіндік, бір-біріміз тыңдап отырғанда, оны тексеру үшін келесі біздер тест жұмысымызды орындай қойып. Ол үшін сіздер кеше сабақта пайдаланған жауап парақтарыңды ала қойыңыз.
Сол бойынша экраннан мен сіздерге тест ашамын, соны орындайсыздар. Ал жақсы, бәріміз де жауаптарыңызды көтеру арқылы жауап береміз. Мен сіздердің жауаптарыңызды сканерден өткіземін. Жауаптарыңызды соңынан қорытындысынан көретін боламыз. Айгүл кем пайдасы. Бұл жауаптарым менде сақталуда. Сүтте болады. Қандай көмірсу? Айгүл кем пайдасы. Мөлдір. Арман, Расул, қате жауап берді. Жақсы, өте жақсы, бұл жақсы көрсеткіш. Енді бағалаушылар өздерінің бағалау парақтарында балды келіп, мұнда экранға көрсетіп, шамасын жаза қоямыз. Кім қанша бал алды? Моносахаридтер сіздерде бірінші кім? Ансаған 12. Ансаған бірінші 12, екінші? Мөлдір 12. Мөлдір 12. Келесі полисахаридтерде бірінші тұрған кім? 12. Аяужан 12, я. Жақсы. Мала міне көрттіңіз, біздерді бағалау шкаласы 3-4-5 балдық жүйеге ауыстырған кезде барлығымызда өте жоғарғы деңгейде тұрмыз. Бұл жақсы көрсеткіш. Яғни сіздер көмірсулар тақырыбын толықтай түсінді деп ойлаймын. Енді жаңа өздеріңіз көргендей, көмірсулар ең көп болатын, пайдалы болатын қандай тағамдарда? Жеміс-жидектерде. Міне бүгін мен сіздерге сондай құрамда көмірсуы көп тағамдардың картинасын алып келдім. Тағамдар жеп, денсаулығымызды нығайтып, жақсы көңіл-күйде жүрек деген тілек айтамын. Барлығымызға бүгінгі сабақта өте жақсы деген баға беремін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.